Бұлшықет жиырылуы физиологиясы. Бүгінгі видеода сіздермен осы тақырыпты талдаймыз. Биохимиясын, фармакологиясын, физиологиясын барлығын. Жақсылап жайғасып отырып алыңыздар, каналға тіркеліңіздер, менің инста парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Кеттік, бастаймыз. Барлығын қарастырамыз бүгін. Кеттік. Достар, қараңыздар. Бұлшықеттің жиырылуы қалай жүреді? Ең бірінші, достар, біз бұлшықетімізді жиыру үшін, яғни именно қанқа бұлшықеттерін жиыруымыз үшін бізге сигнал керек. Мысалы, қолымды көтеріп бір ыдысты алуым үшін мен оны көріп тұрмын. И қолымды жылжытамын ғой, қолдың жылжуы бұлшықеттердің әсерінен болып тұр да. Қолымыздың бұлшықеттері сол қимылдауының, жиырылуының салдарынан болып тұр. Енді ол қайдан жүреді? Ең біріншісі мида болады. Мидан сигнал жұлынға барады. Жұлыннан сигнал жұлынның алдыңғы бөліміндегі, алдыңғы мүйізіндегі альфа нейрондардан сигнал бұлшықеттерге тарайды. Миға түсті, мидан жұлынға түсті, жұлыннан альфа нейрондарынан бұлшықеттерге тарады. Талшықпен бұлшықеттерге кетеді қазір қаңқа бұлшықеттеріне. Қаңқа бұлшықеттеріне шыққаннан кейін, міне достар, мынау қаңқа бұлшықет деп есептеңіздер. Мынау талшықтың басы. И синапстық аймақ бар осы жерде. Қазір мен сіздерге мына сабақтың соңында анимациялық видеосын көрсетемін, сол кезде барлығын түсінетін боласыздар. Қараңыздар. Міне импульс келді, талшықтың басында медиатор визикулалар болады ішінде. Сол визикулалардан импульс келген кезде не болады? Ацетилхолин деген медиатор бөлініп шығады. Қаңқа бұлшықеттеріне. Қаңқа бұлшықеттеріне бөлінгеннен кейін ацетилхолиннің өзінің осы қаңқа бұлшықеттерінде орналасқан рецепторлар бар. NM рецепторлар деген. Сол рецептормен байланысты қозу, яғни импульс неге беріледі? Бұлшықетке беріледі. Міне бұлшықет талшықтан білесіздер, миофибриллалардан тұрады, саркомерлерден тұрады деп оқыдыңыздар ғой. Каналда видео бар тоже анимациялық. Соны көрсеңіздер де болады құрылысына. Бүгінгі тек сіздерге механизмді талдағым келіп тұр, яғни бұлшықет қалай жиырылады деген сияқты. Міне импульс берілді, импульс берілген кезде саркомерлер, мысалы, берілген кезде мына жерде осындай бұлшықеттің миофибрилласының саркомерлерінде цистерналар орналасады. Міне цистерна деген осы импульс медиатор қозған кезде осы цистерналардың ішінде кальций ионы босап шығады. Яғни бұл цистерна кальций ионының қоры болып саналады. Соның ішінде кальций иондар бар, жиналып тұрады. И кальций ионы импульс келген кезде осы цистернадан босап шығады. Босап шығып, ең бірінші бұлшықтың ішінде тропонин деген белокпен байланысады. Тағы айтамын достар, мына жерде кальций босап, осы миофибриллалар аралық кеңістікте кальцийдің деңгейі артады. Кальцийдің деңгейі артқаннан кейін кальций тропонин деген белокпен байланысады. Міне кальций шықты, тропонинмен байланысты. Мынау тропонин. Тропонинмен байланысты. Тропонинмен байланысқаннан кейін тропонин актин мен миозинге байланысқан миозин деп орналасқан тропомиозин деген белокпен байланысады. Тропонин. Содан кейін барып тұрып көрдіңіздер ғой. Тропомиозин барып активтенеді. Тропомиозин активтенгеннен кейін актин миозиндік комплекс түзіледі. Міне достар. Қазір видеода толық түсінесіздер, жақсы тыңдап отыра беріңіздер. Актин миозиндік комплекс түзіледі. Осы міне достар, актин, миозин ғой достар. Актин, мынау талшық миозин. Видеода күшті көрсетілген. Актин миозин комплекс түзілгеннен кейін бұлшықет әлі жиырылған жоқ достар. Комплекс түзілді. Комплекс түзілгеннен кейін бізде АТФ түзіледі. Комплекс түзілгеннен кейін барып тұрып АТФ түзіліп шығады сол жерден. АТФ түзілгеннен кейін, яғни АТФ бұл энергия ғой. Энергияның екі түрі пайда болады. Яғни көп энергия және аз энергия. Осы жерде көп энергия АТФ-ке барып, мысалы, актин мен миозин байланысқан жерде көпір түзілді ғой. Сол көпірдің жылжуына әсер етеді. Қараңыздар, актин, мынау миозинде көк. Осылар қазір мынау бұлшықет босаңсып тұрған кездегі көрінісі. Ал АТФ жаңағы көп энергия барып тұрып осы бұлшықетті былай жиырады. Актин мен миозинді бір-бірінен деп ығыстырады, бір-бірінің үстінен ше. Тағы айтамын, видеода көресіздер қазір барлығын. Осы екеуін ығыстырған кезде жаңағы көп энергия міне арасы жақындайды. Актин мен миозин жақындайды. Жақындаған осы жақындауы бұлшықеттің жиырылуы. Көрдіңіздер ғой, бұл жерде тікелей жаңағы көп энергияға байланысты міне. Мына энергияға байланысты. Енді бұлшықеттің жиырылуына энергия кетеді екен. Енді бұлшықеттің жазылуына ше деген сұрақ бар. Бұлшықет жиырылды, жақсы біз қолымызды көтердік мысалы. Бірақ жиырылғаннан кейін жазылу керек қой бұлшықет. Ал жазылу үшін де бізге энергия қажет екен. Ал энергия ол қайдан болады? Бізде екінші энергия бар, мысалы, аз энергия АТФ-тен түзілген. Аз энергия осы бұлшықтың жазылуы үшін қажет екен. Көрдіңіздер ғой, жазылуына да жиырылуына энергия қажет. Аз энергия барады да, ол актин миозинге емес,
кальций манағы цистерналарда орналасқан кальций каналы бар ғой, кальций каналының қасында насосы болады. Осы аз энергия барып кальций насосын активтейді. Осы жердегі насосын достар, канал емес, баста канал еді, шығатын кезде канал еді. Ал кальций насосын активтеген кезде манағы миофибрилла аралық кеңістікке шыққан кальцийдің барлығын сорып цистернаның ішіне кіргізеді. Насос активтенсе солай сорып бүкіл шығып кеткен ненің барлығын, кальцийдің барлығын сорып цистернаның ішіне жинақтап қояды, қорға. Ал кальций қорға жинақталғаннан кейін не болады бізде? Кальцийдің деңгейі азаяды, себебі бүкіл насос кальцийдің барлығын сорып алды. Кальцийдің деңгейі азайды, кальцийдің деңгейі азайса, тропонин белогы активтенбейді. Тропонин белогы активтенбейді. Тропонин белогы активтенбесе, тропомиозин активтенбейді. Тропомиозин активтенбесе, актинмиозин комплекс түзілмейді. Актинмиозин комплекс түзілмесе, бізде энергия АТФ түзілмейді. АТФ энергия бұл. Энергия түзілмесе жоқ ештеңе. Энергия жоқ, бұлшықет жиырылмайды. Көрдіңіздер ма? Солай бұлшықет жазылады екен. Енді мен сіздерге қазір екінші бір нені айтып кетейін, ситуацияны. Білесіздер, труп. Адамдар мысалы өліп қалады ғой. Өліп қалған кезде не үшін бұлшықтар қатайып қалады, қап-қатты, оны орнына келтіру қиын өте қатты. Бұлшықтар не үшін қатаяды? Оның бірде бір себебі достар мына жерде. Қараңыздар. Өлген адамда энергия болмайды достар. Энергия жоқ болып кетеді барлығы. Энергия жоқ деген сөз, значит, бізге бұлшықет, яғни қараңыздар. Өліп қалған адамның бұлшықеті қатайып қалды, ол қатаю бұлшықтың жиырылып тұруы. Ал босаңсып тұрса, оны әртүрлі икемге келтіруге болады. Яғни қатайып тұр екен, значит, ол жиырылып тұр. Міне. Мына состояние тұрыпты ол. Жиырылып тұрыпты өлген адамда. Оның механизмі қайда жатыр? Міне. Айттым, өлген адамда энергия болмайды. Энергия болмайды өлген адамда. Энергия болмағандықтан бізде бұлшықтың осына миофибрилларлықта кеңістікте кальций көп қой. Жиырылған кезде кальций көп болып та. Энергия жоқ болғандықтан, аз энергия барып кальций насосын активтей алмайды. Кальций насос активтелмегеннен кейін кальций сорылмайды. Кальцийдің деңгейі осы жерде жоғарылап тұра береді, бұлшықет қатты жиырылып қалады. Сол себепті науқастардың бұлшықтары қатайып қалады. Көрдіңіздер ме, бұл тікелей барлығы осы механизмге байланысты. Жақсылап сызып алыңыздар суреттерін, естеріңізде қалатындай қылып. Енді мен сіздерге фармакологиямен байланыстырып кеткім келіп тұр. Қараңыздар достар, бұл фармакология. Фармакологияда миорелаксанттар деген препараттар тобы бар. Дителин, тубокуранин деген препараттар. Осы препараттардың қолданылуы. Бұл препараттар достар, мына жерден бекитті. Осы дәл механизмді көз алдыңызға елестетіңіздер. Ацетилхолин бөлінді, мана импульс келген кезде. Ацетилхолин бөлінді, ол барып NM рецептормен байланысты. Рецептормен байланысқан кезде не болды бізде? Импульс өтіп, бұлшықет жиырылды, кальций бөлінді деген сияқты. Ал осы миорелаксанттар рецепторды барып блоктап тастайды. Рецепторды блоктағаннан кейін бізде ацетилхолиннің бұлшықетке әсері болмай қалады. Яғни импульс қанша берілгенмен бұлшықет жиырылмайды. Осылай релаксация деген бұлшықеттер жазылғыштыққа келеді. Яғни бұл препараттар қандай кезде қолданады? Жаңағыдай бұлшықеттің тонусы жоғарылап кететін аурулар бар. Тырысып қалады бұлшықеттер. Жоғарылап кетеді, сол кезде қолданылатын препараттар болып табылады. Ол өте тиімді, рецепторды блоктап тастап, бұлшықтың жиырылғыштығын азайтады. Жояды деген. Кәдімгі салданып қалған сияқты болады. Енді мен сіздерге достар, бұлшықеттердің енді жалпы айттық қой, механизм қалай болады. Енді мен бұлшықеттердің ішінде энергияны түзілуін айтқым келіп отыр. Яғни креатинин білесіздер, осыны көп қолданады. Бірақ соның не екенін біліп кетейік. Жалпы достар, энергия түзілудің, жалпы бұлшықеттердің энергия жасауының 3 түрлі жолы бар. Біріншісі ресинтез, яғни қайта энергия жасау. Өзіндегі АДФ-тен қайтадан энергия жасау. Сіздерге ескерту, егер де сіз бастапқы курстарда оқытқан болсаңыз, АДФ туралы көп білмейтін болсаңыз, Крепс цикл деген видео бар YouTube каналда. Сол видеоны көріп шығыңыздар. Сол кезде АДФ не, АДФ не барлығын түсінесіздер. Ол негізі базалық білім, ескертіп кетіп жатқаным. Қараңыздар, ресинтез қайта синтезделу деген. Ағзаға білесіздер, жаңағы фитнес-клубқа барып жүргендердің көбісі креатин ішеді жүрмін, анау мынау деп айтады. Міне,
креатин түседі. Креатин бұл бұлшықеттердің энергия көзі достар. Креатин түседі. Креатин түскен кезде бұлшықеттердің ішінде креатин фосфокиназа деген ферментпен қосылып активтенген кезде бізде креатин фосфат түзіледі. Осының нәтижесінде ферменттің арқасында креатиннен креатин фосфат түзіледі, и еще оған АДФ қосылады. АТФ-тің қалдығы АДФ қосылады да, аденозин дифосфат қосылып, бізде АТФ пайда болады, және де қалдық креатинин пайда болады. Яғни АТФ бұл жаңа бұлшықеттің жиырылу үшін жұмсалады, жаңа айтқанымдай мына жерде. Міне мынау АТФ түзілді, осы бұлшықтың жиырылу үшін қажет. АТФ болмаса бұлшықет жиырылмайды достар. Ал креатинин бүйрекпен шығарылады. Биохимиялық анализде білесіздер, жаңағы зәр анализінде креатинин клиренсі дейді ғой. Осының барлығы міне қайдан шығып жатыр креатинин? Осы механизмнен. Бұл механизм не үшін жүріп жатыр? Бұлшықеттердің жиырылу үшін, энергия жасау үшін түзіліп жатыр. Жүріп жатқан механизмдер, реакциялар. Екінші механизм, екінші энергия жасау жолы бұл анаэробты гликолиз. Яғни анаэробты гликолиз дегеніміз оттегісіз энергия жасау. Ол қандай кезде болады? Ауыр жаттығулар жасаған кезде. Ауыр жүктемелер бұлшықетке түскен кезде оттегіні алып үлгере алмайды ағза. Сол кезде бізде оттегісіз энергия жасау механизмі қосылады бұлшықеттерде. Бұл енді өте сәл тиімсіздеу, бірақ болады. Аз энергия түзіледі негізі анаэробты гликолизде. Қараңыздар. 1 моль глюкоза, 2 моль фосфор қышқылы және АДФ-ті қосылып, бізде 2 моль АТФ, сүт қышқылы және сутегі түзіледі. Бұл жерде сүт қышқылын білесіздер, қышқыл не үшін ауыр жаттығу жасаған кезде бұлшықеттеріміз ауырады, себебі осы сүт қышқылы жүйке талшықтарын тітіркендіреді. Қышқыл болғандықтан. И АТФ түзіледі. Осы бұл АТФ бұлшықеттің жиырылуы үшін жұмсалады. Бұл анаэробты гликолиз, яғни екінші энергия жасау жолы. Үшінші энергия жасау жолы түсіндірейін сіздерге, яғни Кребс циклы биохимия, яғни аэробты гликолиз. Оттегімен энергия жасау. Қалыпты жағдайда, мысалы, просто так жүктеме түспеген кезде жүретін энергия жасау жолы түрі. Біріншісі глюкозадан сіздер білетін, 1 молекула глюкоза, 38 молекула сутек фосфор қышқылы и оттегі. Олар қосылып, еще АДФ 38 молекула АДФ қосылып, бізде 6 молекула көмірқышқыл газы, 38 молекула, қараңыздар, 1 молекула глюкозадан 38 молекула АТФ түзіледі. И 44 молекула су түзіледі. Не үшін терлейміз жаттығу кезінде, міне осы су шығарылады. Көріп тұрғандарыңыздай, көп энергия түзілді. Мысалы, анаэробтада 2 АТФ түзілді. Ал аэробтада глюкозадан 38 АТФ. Енді екінші жолы бар. Тағы бір не? Глюкозадан емес, майдан энергия жасау. Майда бұл достар энергияның құнды көзі. Құнарлығы өте жоғары глюкозаға қарағанда. Май оттегімен қосылып, АДФ-пен қосылып, фосфор қышқылымен қосылып, бізде 128 моль АТФ береді екен. Яғни ол өте көп энергия. Глюкоза жегенде май жеген дұрыс. Ұзақ уақытқа дейін жүре аламыз біздер тамақ жемей. И қалдық мочевина түзіледі екен. Көрдіңіздер ме достар? Май өте құнарлы. Енді майдан, егер ағзада майда жоқ болса, бұлшықеттердің жұмысы үшін белоктар жұмсалады, білесіздер, достар. Сол себепті адамдар азып кетеді деген сияқты, аштық болатын болса. Бұл достар жалпы бұлшықеттің энергия жасау жолы. Мен сіздерге биохимиямен, фармакологиямен, физиологияның барлығын байланыстырып айтып кеттім. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызға таратып қойыңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. И менің инста парақшама өтіп қойыңыздар. Инста парақшамда стористарда сіздерге өте керемет білімдерді беремін сол жақта да.